Тұран Айпат Арал теңіз қоғамдық бірлестігі 2020 жылы наурыз айында қабырғасы қаланған. Қоғамдық бірлестіктің алғашқы басшысы өзіміздің Арал өңірінің азаматы, елге сыйлы Гүлбай Данабаева ағамыз болды. Қасында көптеген ағаларым бар. Арал өңірінің тумалары, ішіндегі жіктеп айтатын болсам, Нұртуған Тұржанов ағамыз, заң саласының айталман маманы. Қазіргі таңда да сол кісі осы қоғамдық бірлестіктің барлық жұмыс саласында атсалысады, көптеген жұмыстар атқарып келеді. Мен сол Гүлбай Данабаева ағамыздың қалауымен осы Тұран Айпаты қоғамдық бірлестігін 2022 жылы қазан айынан бастап басқарып келемін. Қоғамдық бірлестіктің негізгі мақсаты Арал өңірінің экологиялық сауықтыру және тұрғылықты жергілікті тұрғындардың экологиялық сауатын ашу. Аралға қатысты проблемалардың шешуге осы жергілікті тұрғындардың өздерін қатысуға ұйымдастыру. Осы мақсатта біз қоғамдық бірлестігі атынан халықаралық ұйымдардың жұмыстарына қоян-қолтық қатысып, қазіргі таңда жобалармен жұмыс жасап жатырмыз. Соңғы жоба Тұран көшет питомнигі деп аталады. Ол жаһандық экологиялық қордың демеушілігімен қаржыландырылып, қазіргі таңда Аралдың батыс бөлігіндегі жерасты су қоймасының ащы суын тұщыту арқылы көгалдандыру жұмыстарын жүргізуге бағытталған. Онда питомникті тал, түрлі өсімдіктерді өсіріп, осы қаланың мектептерін, балабақша, аудан көлемінде көшеттерді тегін тарату арқылы ауаны тазарту мақсатында осы көгалдандыру жұмыстарын жүргізуге бағытталған. Ештеңесі жоқ. 2020 жылы маған түрк азаматы Сулейман Каракая деген Голландия азаматы келеді. Онда 2 азаматтық бар. Сол негізгі жұмыс қамысты шетел мемлекеттеріне экспорттау. Енді қамыс, өзіңіз білесіз, қамыс қазір өртеніп кетіп жатса, ертең өсіп қайтадан орнынан қалыптасатын зат. Сол экологиялық таза өнім дейді ғой қамысты. Сол шетел мемлекеттерінде өте бағалы құнды зат болып есептеледі. Сол кісімен жұмыс істеген болатынмын. 4 жыл бойы жұмысын атқардым. Жұмысын атқару барысында енді мен өзімнің қолым жүрді банк есептеріне. Ол салық есептілігін төлемеген. Себебі 2022 жылы 2020 жылы жақсы болды. 2021 жылдың салық есептілігін төлейтін уақытта біз наурыз айында үлкен өртке шалдықтық. Қазалыда орналасқан қамыс базасы үлкен өртке шалынды. Сол өрттің салдарынан ол өте үлкен шығынға ұшырады. Сол шығыннан кейін ол салық төленетін кезінде кейін төлейм, әне төлейм деп жүріп, жұмысшыларға жұмыстары қалыптаса бастады. Сонымен кейіннен уақыт созылып, біз енді оның жұмыс дәрежесі жүріп жатқаннан кейін төлейді ғой деген мен үлкен сенімде болдым. Бірақ мен келген ақшаларды өзінің рұқсатымен ғана жұмыс істеп отырдым. Бірақ негізі менің қолыммен жүрді. Мен кейінгі уақыттарда айтқанда ол кісіге әрдайым мен ескертіп отырдым, салық деп. Ол кейінгі соңғы айтқандарында мен фирманың хозяйыны мен өзім шешем деп. Сондан кейіннен уже өзім көзім жетті. Ол ішінен бір басқаша әрекеттерді ұйымдастырып, сол барлық жұмысшыларға қарызын, салыққа қарызын мен мойныма ілгісі келген ниеті болғанын өзі іс-әрекеттермен дәлелдеп берді. Енді алайда өкінішке орай ол кісінің өрескел өтіріктеріне көмекші болған өзімнің қазақ бауырларым да бар. Дегенмен де сот отырысы әділ өтті деп
Сот отырысы әділ өтті. Арал аудандық соты Керуенбаев объективті қарап, әрбір болған уәждердің барлығына жан-жақты зерттеулер жүргізудің арқасында жеңіске жеттім деп ойлаймын. Және әрине менің өзімнің білікті қорғаушыларымның арқасында, оның әрбір іс-әрекеттердің заңды заңсыз жақтарын зерттеп сот төрағалығына жеткізіп беруінің арқасында әділ шешім шықты. Оны қазіргі апелляциялық сатыда өз күшінде қалдырып жеңіске жеттім. Менің басымдағы қылмыстық істің әділетті шешілуіне Арал аудандық сотының судьясы Керуенбаевтың объективті қарағандығының, жан-жақты зерттегеніне, ақтау үкім шығарғанына көп рахмет айтамын. Бұл іс барысында менің құқығымды қорғаған өз қорғаушыларым Нұртуған Тұржанов ағама, Ерлан Жолановқа, Гражданбек Бейсенбаевқа өз ризашылығымды білдіремін. Және айыптаушы жақ ақтау үкіміне келіспей, ары қарай апелляциялық сатыға арызданған кезде апелляциялық сот алқасының төрағалығындағы әділетті қараған, ақтау үкімінің шешімін өз күшінде қалдырған төраға Жанат Бекжановқа өз ризашылығымды білдіремін. Қазіргі таңда Аралды құтқару қорының дирекциясымен тығыз байланыстамыз. Мен өзім жоба аясында, атқарып жатқан жоба аясында жаһандық экологиялық қормен тығыз байланыстамыз. Қазіргі таңда Қарақалпақ еліндегі, Өзбек еліндегі ағайындарымызбен жақсы қарым-қатынастамыз. Онда Қарақалпақтағы үлкен инновациялық орталық бар. Соның басшысымен тығыз байланыстамын. Біз сияқты қоғамдық бірлестіктер бар. Ол жақта да меморандумға отырып, алдағы уақытта трансшекаралық жобалар аясында жұмыс атқарамыз деп сенімім мол. Қоғамдық бірлестік ешқандай мемлекеттен қаржыландырылмайды. Кейбір осы экологиялық шараларымызда қоғамда біздерді оппозиция деген ұғымдарды, пікірлерді естіп жатамыз. Бірақ біздің оппозицияға ешқандай қатысымыз жоқ, саясатқа ешқандай қатысымыз жоқ екенін ашық айта аламын. Біздің мақсатымыз тек қана экологиялық сауаттандыру, жерімізді, туған жерімізді көркейту, көгалдандыру, соған қатысты көптеген шараларды жүргізу. Жанұяма келетін болсам, мен жолдасым Аралдың тумасы, Аралдың азаматы Құсайынов Асқар, ауған соғысының ардагері. Екеуміздің отасқанымызға 18 жыл болды. 4 баламыз бар. Өмірден өткен менің өзімнің туған апамның 2 баласы қазір екеуміздің бауырымызда. Сыртта 2 баламыз бар. Сонымен жан-жақты, Аллаға шүкір. Қоғамдық бірлестіктің алға қойған мақсаттары өте зор. Алдағы уақытта көре жатармыз. Мен өзім қарабасын онша көп жариялаған онша ұната бермеймін. Іс жүзінде көрсетеміз деп ойлаймын.